Бүгінде пластик барлық жерде. Мұның бәрі пластикке қатысы жоқ бір кішкентай заттан бастау алған болатын. Ғасырлар бойы бильярд шарлары піл азу тісінен жасалады. Бірақ 19 ғасырда шектен шыққан аңшылық пілдер популяциясының азаюына әкелді. Бильярд шарларын жасаушылары үлкен сыйақы ұсына отырып балама іздей бастады. Осылайша 1863 жылы Джон Уэсли Хайет атты американдық бұл мәселені қолға алды. 5 жыл ішінде ол ағаш пен сабанның құрамында кездесетін целлюлозадан жасалатын целлюлоид атты жаңа материал ойлап тапты. Көп ұзамай целлюлоидтың бильярд шарының мәселесін шеше алмайтынына Хайеттің көзі жетті. Себебі материал жеткілікті ауыр әрі серпімді болмайды. Бірақ оны бояу мен өң беру арқылы маржан, тасбақа сауыты, карп тас, седеп сияқты қымбат материалдарды имитациялауға болатын еді. Осылайша ол кейін ең алғашқы пластик деп танылған нәрсені жасап шығарды. Пластик сөзі полимерден жасалған кез келген материалды сипаттай алады. Олар өз кезегінде бірдей қайталана беретін суббірліктен тұратын үлкен молекулалар қатарына жатады. Пластикке адам жасаған барлық пластмассалар және тірі ағзаларда кездесетін көптеген материалдар жатады. Жалпы алғанда адамдар пластик туралы айтқан кезде олар синтетикалық материалдарды ойға алады. Мұның біртұтас ерекшелігі оларды жұмсақ әрі иілгіш болып шығарылып, кейін белгілі бір пішінге келтіруге болады. Алғашқы ресми пластик атағына иемденгеніне қарамастан, целлюлоид тез тұтанғыш еді. Және бұл өндіріске қауіп әкелді. Сондықтан өнертапқыштар балама іздеуге кірісті. 1907 жылы химиктер көмір шайырының қалдығы фенол мен формальдегидті біріктіріп, бакелит деп аталатын төзімді жаңа полимер жасады. Бакелит целлюлоидқа қарағанда әлдеқайда аз өртенгіш және оны жасау үшін пайдаланылатын шикізаттар қолжетімдірек болатын. Бакелит тек бастама ғана болды. 1920 жылдары зерттеушілер алғаш рет оқшаулау мақсатында қолданылатын кеуекті пластик полистиролды өндіріс көлемінде дамытты. Көп ұзамай поливинил хлорид немесе икемділігі мен төзімділігі жоғары винил пайда болды. Акрилдер арқасында әйнекті имитациялайтын мөлдір, сынғыштығы төмен тақталар пайда болды. 1930 жылдары нейлон жібекті имитациялайтын, бірақ бірнеше есе беріктігі бар полимер көптің көзайымына айналды. 1933 жылдан бастап полиэтилен азық-түлік сөмкелері мен шампунь бөтелкелерінен бастап броньды кеудешеге дейін созылған кең ауқымды өндірісті қамтып жан-жақты пластикке айналды. Материалдар әлеміндегі серпіліс жаңа өндіріс технологияларының арқасында одан әрі дами түсті. Инъекциялық қалыптау деп аталатын техниканың жаңадан ашылуы балқытылған пластмассаны кез келген пішіндегі қалыптарға салып тез қатыруға мүмкіндік берді. Бұл жаңа нұсқа мен пішімдегі өнімдерді жасауға және пластиктерді арзан әрі кең ауқымда жылдам өндіруге жол ашты. Ғалымдар бұл жаңа үнемді материал осыған дейін қол жетпес болып келген заттарды көп адамдарға қолжетімді етеді деп үміттенеді. Әйтсе де, оның орнына пластик екінші дүниежүзілік соғыста қызметке қолданыла бастады. Соғыс кезінде ақш-тағы пластик өндірісі 4 есеге өсті. Сарбаздар дулығаға арналған жаңа пластиналар мен суға төзімді винил жамылғылар киді. Ұшқыштар органикалық әйнектен, сынбайтын пластиктен жасалған кабиналарда отырды және төзімді нейлоннан жасалған парашюттерді пайдаланды. Содан кейін соғыс уақытында пайда болған пластик өндіруші компаниялар тұтынушылық өнімдерге назар аудара бастады. Пластиктер жиһаз, киім, аяқ киім, теледидарлар мен радиолар құрамындағы ағаш, әйнек, мата сияқты басқа материалдарды алмастыра бастады. Әмбебап пластиктер азық-түлік пен басқа өнімдерді ұзақ уақыт бойы балғын күйінде сақтауға арналған өнім қаптамаларын жасауда септігін тигізді. Кенеттен қоқыс салатын полиэтилен пакеттері, созылатын полиэтилен үрділер, сығылған пластикалық бөтелкелер, қораптар, жемістер, көкөністер мен етке арналған пластик ыдыстар қаптап кетті. Бірнеше онжылдық ішінде бұл көп қырлы материал пластик ғасырына жол ашты. Пластик ғасыры ыңғайлылық пен үнемділік әкелгенмен бірге жаға ұстатарлық экологиялық проблемаларды тудырды. Көптеген пластмассалар жаңаланбайтын ресурстардан жасалған. Ғасырлар бойы ыдырайтын пластик қаптамалары бір рет қолдануға арналып жасалды. Нәтижесінде жер-жерде пластик қалдықтары таудай үйілді.
Бұл ғасырда біздің міндетіміз өз инновациямызды, пластиктің қолданысы аясын шектеу, биологиялық ыдырайтын пластиктерді дамыту және қолданыстағы пластикті қайта өңдеудің жаңа жолдарын табу сияқты мәселелерді шешуге бағыттауға тиіспіз.